мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазылды. Дәрігермен сұхбат тақырыбы болғандықтан, 7-ші сыныбы дәрігермен сұхбат ретінде өз сабақтарына өздері келіп отыр десек болады. Олай болса, бірінші біздің дәрігерімізді ортаға шақырғым келеді. Психолог дәрігер. Дәл қазір көздеріңізді жұмып, терең тыныс алып, өздеріңіздің бойларыңыздағы уайым мен күнәні, қорқыныш пен күйзелісті шығарып, бойларыңызға тыныштықты алыңыздар. Сіздер өздеріңіздің айналаңыздағы заттарға сенбеулеріңіздер, отбасылық проблема, емтихан, жұмыстағы қарым-қатынас, барлық қиындықтар уақытқа өтеді. Және қазіргі заманда орын алуы психосоматика. Жақсы, рахмет. Олай болса, келесі біздің дәрігеріміз нейрохирург дәрігерімізді ортаға шақырамыз. Қошеметпен қояйық. Сәлеметсіздер, менің атым Антипайда Мұхаммед, және де нейрохирург маманымыз. Бүгін сіздерге осы адамның миында, яғни осы ойлау, қандай бір саналы адамның миындағы осы көптеген кездесетін 3 ауруды айтып беремін. Бұл аурулардың бәрі адамға қауіп төндіруі мүмкін, және де қазір физиологиямен қай жақта қай жері болатынын айтамын. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл бізде 3D модель, және де нейрохирургиядағы бұл салалар мидағы барлық осы ауруларды, барлық осы нервный системалардың бәрін зерттейді. Және де осы нейрохирургияда кездесетін әрбір ауру күрделі және де ауыр болып келеді. Ол осы мидағы көріп тұрғандарыңыздай, мидағы әрбір өзіне тиесілі бөлшектерге тиесілі болады. Ең бірінші ауруымыз ол әр адамның күтілмеуіне, миына деген өзінің күтімін жасамау, берілген осы нейрохирургия мамандарының айтқан істемеу нәтижесінен аневризма ауруы пайда болады. Аневризма ауруымыз деген осы мида кездесетін ең күрделі және де ауыр осы жарақаттардың және де аурулардың бірі. Аневризмадағы қан тамырларының қабырғалары ісіп, соның салдарынан керек деген дәрі-дәрмектердің ішпеуінің салдарынан осы миымыздағы көп тұрғандарыңыздар бұл барлық денедегі тамырларға әсер етеді, және де осы тамырлардың қабырғаларындағы дәрі-дәрмектер жетіспеуінен осы қан тамырлары тонбайып, соңында жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан бұның алдын алу үшін дәрігерге барып миымызды тексеруіміз керек. Ең екіншісі бұл бізде гематома болып табылады. Гематомада біз бас жарақаттың нәтижесінде, яғни қандай да бір жол апатына немесе спорт кезінде алған осы мидағы жарақаттың кесірінен осы аты ауыр гематома